Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді пирожки дайындаймыз. Видеомызды бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк қоюыңызды сұраймын. Бұл сіз үшін 1 секунд, ал мен үшін 100 000 жазылушыға апаратын жол. Ал кеттік. Бірінші 400 грамм картопымызды суға қоямыз да, ары қарай нанымызды жасауға кірісеміз. 250 мл айран мен 1 жұмыртқаны қосып араластырамыз. 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант, 1 шай қасық разрыхлитель қосамыз. Барлығын араластырып 400 грамм ұнымызды біртіндеп қоса бастаймыз. Нанымызды жақсылап илеп аламыз. Илеп болғаннан кейін шетке қойып қоямыз, бетін жауып. Нанның көтерілуі мұнда міндетті емес, ол қуырған кезде көтеріледі. Енді картопымызды дайындаймыз. Піскен картопты осылай еземіз. Бір шай қасық тұз қосамыз. 1 пиязды қуырып аламыз. «40 грамм укроп қосамыз. Қара бұрыш пен қалаған дәмдеуіштеріңізді қосып, картопымызды осылай дайындап қоямыз. Енді нанымызды бөліп дайындаймыз. Бірнеше бөліктерге бөліп, алақанымызбен дөңгелетеміз. Дөңгелектеріміз дайын болды. Енді бетін жауып шетке қоямыз да біртіндеп бір-бірден шығарып пирожки жасай бастаймыз.
Енді қызып тұрған майға қуыра бастаймыз. Бетіне осылай қызған майды құйып тұрсаңыз тезірек піседі. Ал мінеки пирожкилеріміз дайын болды, өте дәмді болды. Мен бұрын пирожкиді басқаша жасайтынмын, енді осылай жасайтын болдым. Балам мен күйеуіме өте қатты ұнады. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Ендігі видеоды көріскенше сау болыңыздар.